Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Жұмысқа шыққалы бері видео түсіру мүлдем уақыт болмай кетті, сондықтан сіздерге кейбір фразаларды өзім үй шаруаларын жұмыс істеп жүріп айтқым келіп тұр. Мысалы, кішкентай кезімде менің арманым аудармашы болу деп қалай айтамыз. Мысалы, when I was a child, I dreamed to be an interpreter. Мысалы, сіз аудармашы дегенді көп оқушылар translator дейді. Translator емес. Ол interpreter деп аударылады. Яғни аудармашы деген маманды біз interpreter деп атаймыз. Кешкі сиырды сауып болдым. Енді бұзауын алуға бара жатырмын. Кешкі сиырды сауып болдым. Мынау үлкен бұзау. Оның мамасы. Мына. Ал енді кішкентай бұзауды тартып алым керек. Тағы бір фраза үйретіп жүрейін ба сіздерге. Ағылшын тілінде кит бар. Пока еміп болғанша мен сіздерге бір сөйлем үйретіп жүрейін, ағылшын тілінде. Мен саған телефоннан айта алмаймын. Яғни бір құпия сөзді айту үшін телефоннан бұны айта алмаймын деп қалай айтамыз ағылшын тілінде. I can't tell you over phone. So, I have something news. Мысалы, саған бір жаңалығым бар деп айтамыз ғой телефонмен сөйлесіп айтқанда. Сол кезде ар жақтан кім болса да айт деп айтады ғой. Сол кезде no, I can't tell you over phone деп айтасыздар. Сосын иығымнан үлкен жүк түсті деп get the monkey off my back. Яғни бізден иығымыздан жүк түссе ағылшын тілінде маймыл түседі. Яғни get the monkey off my back. Сондай фраза. Яғни бізден жүк түссе, олардан monkey түседі. Болған шақты байлайын. Сосын сіздерге тағы бірнеше фразалар үйретемін. Бұл ма? Берген. Аузын бәрі болған тұр. Берген. Жүр. Ағылшын тілінде сиырды cow дейтін барлығымыз білеміз, бірақ мына бір кішкентай бұзауды не дейміз? Бұл бұзаудың атын calf деп айтамыз. Calf. This is my little calf. Батқандарын айтыңыз. Have got. Енді have-ті қай уақытта қолданамыз? Кеше кеткенімізде Have-ті ма? have got. She have got деп айтамыз ба? Has got. Ал айта ғой. Мысалы, she has got, I have got. I, they, we, youға have, she, he, itке has болады. Ал мен қазір бір сөйлемді тапқым келді. Ал Соған енді haven't бола ма, hasn't бола ма? кімге? Енді sheге, he, it. Болымсыз ма? Yeah. She hasn't, I haven't болады. Яғни жаңағындай ғой. She, he, itке hasn't, you, they, weға haven't. Нақ күліп атсың? Түріңіз күлгіреге. Баян бағысы. Жоқ, баянған жоқпын. I can't make time for myself. Өзіме уақыт таба алмаймын. So, I need a dough. Need дегеніміз дәл осылай илеу. Dough, мынау қамырды dough деп айтамыз. And then rolling out
out a dough. Rolling out a dough. Қамырды үлеу. Яғни жаю. Қамырды жаю. Rolling out a dough болады. Oh, I have so many household chores. Менде сондай көп үй шаруалары. I am rolling out a dough. Қара. Мына қамырды dough дейді. Түсіндің ба? Енді осыны жұмалақ қылып жаю, ол rolling out a dough. Okay? Rolling out a dough. Do you want to drink a cup of tea? Мама, шешесіз ба? Okay. Yes, I do. Шай ішесіз ба деп қалай айтатынын білесің ба? Қалай айтатын еді? Do you want cup of tea? Do you want to drink cup of tea? Do you want to drink cup of tea? Я болса қалай болады? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Қазанның астын жай қойшы. Do you want to drink cup of tea? Шай ішесіз ба деген сөзді үйреттім Назым, я? Yeah. Енді осыны қайталашы. Do you wanna drink cup of tea? Енді Маржаннан сұрап кел. Маржан, do you want a cup of tea? Do you want to drink cup of tea де? Жарай ма? Не деп жауап береді екен маған айтқан сосын. Күнделікті ағылшын сөйлеп үйренбесек, тек қана отырып жазып, не болмаса жай ғана видеодан айтып, ол пайдасыз. Yes, дейді. Yes, I do болады. Only yes деген дұрыс емес. Yes, I do. Okay? Қан? Қалай істедің? Қаны доп. Доп. Мама? Доп. Екінші доп. Мама? Тағы. Мама? Екінші. Жарайсың, жаным, жарайсың. Осылай күнде жасай бер, жарайды ма? Енді әпшеңе апар, саған жұлдыз қойып берсін. Жұлдыз қойып береміз. Звезда, стар қойып берсін, жарай ма? Стар. Мам, боясай кел. Мам, қайсыған барады, мам? Қарай. Наха. Кәлемжан, түстерін айтшы маған, түстерін. Ал қандай түс? Красный ма? Айтшы. Red. Айтпайсың ба? Жарайды. Мынандай парақшалар Кәлемжанға шығып бердім. Е, Кәлемжан, е? Жасай ғой. Ол не? Синий ма? Синий? Синий. Молодцы. Ол красный ма? Красный вот. Red. Красный, қызыл. Үйрете беріңдер. Назым? Маменька.